UFC'де дәл қазір қанша қазақ бар? Бекзат Алмахан Нурмагомедовқа неге жеңілмейді? Бұл туралы эксперттер не айтып жүр? Бұның бәрін талқылап көрейік. Сіздермен арнайы шоу, бәріңізге жалынды сәлем. Біз бастаймыз. Интро. Осы 24-ші жыл біздің жауынгерлерге үлкен мүмкіндіктер тудырады. Себебі бұндай көп перспективный қазақ жауынгерлері UFC'де ешқашан болмаған. Перспективный деген сөздің қазақшасы қалай болады? Комментарияға жазып жіберіңіз. Ал енді әр қайсына арнайы тоқтап кетейік. Жақында әйгілі болғандай 3 наурыз күні біздің батыр Бекзат Алмахан UFC'де бірінші дебют жекпе-жегі болады. Және де ең қызығы, ол дебют Хабибтің ешқашан жеңілмеген інісіне қарсы болады. Ол дегеніміз жас қазақтың UFC'де аты әйгілі боецпен кездесу көп фанаттардың назарын бұл турнирге аударады. Ол да кішкентай болсын жеңіс, ал дебютанттың сенсациялық жарқын жеңісі болған жағдайда Бекзат дивизионда топ позицияға жылдам көтеріледі. Ол туралы да Ресейдің ММА саласында әйгілі адам Камиль Гаджиев айтып тұр. Бекзат Алмахан, представляешь, Казахстан, мисс-матч. Но я думаю, просто никто не соглашался, в принципе, драться с Умаром, тем более дело приближается уже к бою, как будто бы короткое уведомление. Да, я думаю, что Бекзат, он бой навяжет, но да, не выиграет у Умара, скорее всего. Тем более дебютант дрался там, по-моему, в основном в казахстанских лигах. Но, точно не знаю, но для парня это тоже круто. Почему? Для него это беспроигрышная история. Проиграет Умару, да, Умару до этого 100 человек проиграл, с ним уже никто из топов драться не хочет. Покажет классный бой, сразу ворвется, формально нет, но фактически в нашем понимании в топы. Поэтому Бекзата поздравляю, и его менеджеры сделали все правильно. Эксперттердің айтуынша, UFC'де Умармен ешкім жекпе-жекке келісім шартқа қол қойғысы келмеді. Себебі ол бір жағынан мықты болған үшін, ал бір жағынан ол көп жекпе-жектердің боларының алдында травма алдым деп немесе басқа себептен фанаттарды да, қарсыласын да жалған үмітпен қалдыратын. Сол үшін басқа UFC жауынгерлері ондай спортсмендерге көп уақыт кетіріп дайындалғысы келмейді. Бекзат Алмаханға да бұл жекпе-жек короткий уведомленияда да болып тұр. Бірақ менің ойымша Бекзат Умарды жеңуге бүкіл навыктары бар. Сол үшін барлығымыз жеңіске қолдайық. Бекзат пен Умар 62 кг салмақта өнер көрсетеді, ал ол салмақта қазір Шон Оммели чемпион болып тұр. Бірақ ол көп ұзамайтын сияқты, себебі бұл дивизионда өте мықты боецтер бар. Солардың бірі Мир Абдувалишвили. Соңғы UFC турнирда бұрынғы чемпионды Генри Сихуданы өте әдемі доминациямен жеңді. Ал бір салмақ категориясына төмен бізде тағы екі қазақ жауынгер бар. Олар Асу Алмабаев пен Азат Мақсум. 57 килограммға дейін дивизион. Бұл жерде чемпион Бразилия жауынгері Пантожа. Одан белбеу тартып алу біздің жігіттерде бүкіл ықтималдықтары бар. Азат өкінішке орай UFC'де өзінің бірінші жекпе-жегін жеңілсе де, ең мықты лигада өнер көрсетуге бүкіл күші бар екенін көрсетті. Ал Асу Алмабаев өзінің дебютын сенімді жеңіспен көпшіліктің көздеріне түсті. Енді келесі рет Асу Алмабаев октагонға 9 наурыз күні UFC 299-да кіреді. Оның қарсыласы американдық Си-Джей Верга болады. Жеңіс болған жағдайда Асу топ 15-ке кіретін сияқты. Ол оны чемпиондыққа қатты жақындырады. Шавкат Рахмонов туралы өздеріңіз жақсы білесіздер. Жаңа жаңалықтарға тоқталсақ, оның дивизионда кейбір түсініспеушілік болып жүр. Фанаттар арасында жалған информация тараған. Шавкатқа юбилейный UFC 300 турнирында қатысуға ұсыныс берілген деп, ал Шавкат одан бас тартты деген жалған ақпарат таратылып жүр. Ол әрине шындыққа жатпайды. Бұл өтірікті ақш-та ең әйгілі ММА журналист Ариэль Хельвани таратып жүр екен. Бұл туралы тікелей Рахмоновтың менеджері Саят Абдрахманов өзі жауап берді. Оның айтуынша, Номад травмасынан кейін емделіп, күш жинап жатыр. Және де UFC оны біліп, қысқа уақытта UFC 300-ге оны шақыра алмайды. Ал UFC 300-дің өзіне тоқталсақ, мен фанаттардың көбісі сияқты одан көбірек күткем. Прелимдағы жекпе-жектер юбилейный турнирға кішкене сай болса да, ал басты мейн-карттан менде басқа ожидания болған. Оған қарағанда UFC 298 бен 99 күштірек болатын сияқты. Ал сіз бұл жайлы не ойлайсыз? Комментарияда сізді күтем. Сонымен UFC'де дәл қазір 4 қазақ жауынгер бар. Олардың ішінде ең жарқын жұлдыз ол әрине Шавкат Рахмонов. Себебі ондай рекорд
әр жекпе-жекті срочно аяқтау UFC-де ешкімде болмаған. Бірақ көп ұзамай қалған жауынгерлер де өз дивизиондарын бір селкітіп шулататын сияқты. Осы каналға тіркелсеңіздер, мен сіздерге әрқашан жаңа жаңалықтар айтып тұрам. Барлығыңызға осы видеоны соңына дейін қараған үшін үлкен рахмет, сәттілік.